Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазіргі таңда сұранысқа ие болып жүрген осындай ерекше гармошка самсасының рецебімен бөлісетін боламын. Видеоның маңызды сәтін жоғалтып алмас үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен самсаның қамырын дайындап алатын боламыз. Ол үшін ыдысымызға ұнды осылай електің көмегімен өткізіп аламыз. Ұнымыздың үстінен сары майымызды салып, қолымыздың көмегімен жақсылап үгітіп, крошка жасап алатын боламыз. Міне дәл осындай масса шығады. Келесі ыдысымызды алып, 150 грамм көлемінде сүт құйып аламыз. Сүтіміз жылы болу керек. Үстінен 200 грамм жып-жылы су құямыз. 1 шай қасық тұз салып, 1 дана жұмыртқамызды жарып саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, 1 келгі массаға келтіреміз. Жаңағы ұнымыздың үстінен 1 шай қасық қопсытқыш, яғни разрыхлитель салып, 1 рет осылай жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыздың ортасын ашып алып, жаңағы сүт қосылған массамызды ортасынан құйып аламыз. Қолымыздың көмегімен жақсылап жұп-жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Міне бізде осындай жып-жылтыр, жұп-жұмсақ, қолға кішкене ғана жабысатын қамыр шығады. Қамырымыздың бетін пакетпен жауып, 15-20 минутқа тұндырып қоямыз. Осы аралықта начинкасын дайындаймыз. Картоп пен пиязымызды алып, осылай майдалап, турап аламыз. Бетінен алдын ала өлшеп алған тартылған етімізді саламыз. Дәміне қарай тұз салып, қара бұрыш және паприка салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Толық рецепт әдеттегідей астындағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Енді кезекте әбден демалып алған қамырымызды алып, оны себе отырып 4 бөлікке бөліп аламыз. Міне 4 бөлікке бөліп алдық. Енді жақсылап дөңгелектеп зуала жасап шығамыз. 4 дөңгелек күлше жасаймыз. Үшеуін осылай алып қалдым. Бір қамырымды алып, оны себе отырып, жұп-жұқа етіп жайып аламын. Жұқа болғанда тым қатты жұқа етудің қажеті жоқ. 5 бармақтың қамыры сияқты етіп жайып аламыз. Қамырымызды жайып болдық. Енді оқтауымызға орап алатын боламыз. Соңына дейін жақсылап орап шығамыз. Орап болғаннан соң осылай екі шетінен жақсылап қысып алып келеміз. Ортаға бізде гармошка шығуы керек. Енді түсіріп алуға ыңғайлы болу үшін бір жанына қаратып, кішкене қамырымызды жылжытамыз, және де жаймен осылай ашып аламыз қамырларымызды. Қамырды ақырындап аша беріңіздер, асығудың қажеті жоқ. Болмаса қамырларыңыз жыртылып кетуі мүмкін. Қамырымызды ашып болдық. Енді ортасына дәл осылай начинкаларымызды салып шығамыз. Алдымен қамырымыздың өзіміз жақтағы бөлігін бірінші жауып аламыз. Үстінен фарштарымызды толығымен жауып тұру керек. Үстінен екінші бөлігін жауып шығамыз. Енді кезекте осылай араларын қолымыздың көмегімен қатты қыса отырып бекітіп шығамыз. Яғни біз самсаларымызға осы кезде әдемі форма беретін боламыз. Арасын жақсылап қысып алыңыздар, жақсылап бекітіп шығыңыздар. Сонда самсаларымыз піскенде арасынан су шығып кетпейтін болады. Бекіткен жерлерімізді пышағымыздың көмегімен кесіп шығамыз. Міне кесіп болған соң екі шетін тағы да қысып бекітіп алатын боламыз. Екі шетін жақсылап бекітіп болған соң астыңғы бөлігін осылай аударып қоямыз. Қалған самсаларымызды дәл осы ретпен түйіп шығамыз. Самсаларымыздың барлығын түйіп болғаннан соң осылай формамызға пергамент қағазын салып жайғастырып шығамыз, және де бетіне жұмыртқаның сарысымен 1 шай қасық айран қолдандым. Барлығының бетіне жақсылап жағып аламыз. Жұмыртқа жағып болғаннан соң бетіне қалауларыңыз бойынша күнжіт немесе мак сепсеңіздер болады. Мен екеуін де араластырып сеуіп шықтым. Осы уақытта пештеріңізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Міне күнжіттерімізді сеуіп бітірдік. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста шамамен 35-40 минут көлемінде қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Міне достар, осымен біздің өте әп-әдемі ерекше көріністегі гармошка самсаларымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде дәл осы ерекше самсаны жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Қараңыздар, қандай әп-әдемі болып шыққан. Дәмі де өте керемет, көрінісі де әдемі. Кез келген мерекелік дастарханыңыздың сәнін келтіреді.
Достар, видео рецепт сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаған болса, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер. Каналыма жазылмаған болсаңыз, подписаться басып, каналыма жазылып, жанында қоңырауша белгісін басып қойды да ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет.